Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен бірге өте пайдалы әрі өте жеңіл таңғы ас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай жарманың 1 стаканын аламыз. Және де оның үстіне 2 стакан қайнап тұрған суымызды құйып, 15-10 минутқа бұқтырып аламыз, бетін жауып. Кашамыз бұқтырып болған соң, қалауларыңыз бойынша 2 стакан немесе 1 стакан сүт құйсаңыздар болады. Мен 2 стакан сүт құйдым. Дәл осы тұрысында енді газге қайнатып аламыз. Және де дәміне қарай тұз қосамыз. Сүтіміз 5 минуттай қайнаған кезде кашамыз осылай қоюланып, дайын болып пісіп шығады. Міне қыздар, біздің кашамыз осылай дайын болып шықты. Барлықтарыңызға таңғы асқа осы кашаны істеп көруді кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыз.